Бәріне сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бұл менің travel форматтағы ең алғашқы влогым болмақшы. Мен күткеннен 10 есе үлкен эмоциялар сыйлаған саяхат болды. Біз Вьетнамдағы ең алғашқы тамақ жейін деп жатырмыз. Обед плюс ужин. Өзбекский кафешкада ресторан деп айтуға келмейтін шығар енді. Өзбек асханасына келдік. Кешегі біз самолетта түнгі 3-те тамақ жегеннен кейін ештеңе жеген жоқпыз. Вьетнамда ақшаны долларды донға ауыстыру осындай ювелирный магазиндерде тиімді екен. Біз қазір ақшаны ауыстырамыз. 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион и 2 миллион. Миллионеры. Айжық. Ой. Біреудің құдайының басында. Неміз бар. Келе атырық бірақ. Бір сатылар көп екен. Кәдімгідей кардио. Тамаққа той болғанбыз ғой ше. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane with something. Бізде бүгін екінші күн Вьетнамдағы. Біз бүгінгі күнді Вин Перл островқа арнаймыз деп шештік. 3 билетті 3 миллион донг қалдық. 3 миллион донг. Біздікімен ол 60 мыңдай теңге болады. Біз магазинге кірдік мороженое алу үшін. Күн өте ыстық. Капибара. Фламинго. Мә, ана жарасын тырнап отыр. Оңбаған. Вот мыналарды мен бір шет көрдім. О май гад. Антилопаны бір шет көріп тұрмын, зебраны бір шет көріп тұрмын. Бізде жирафтармен фотосессия. Бүгін дауысын білмейтініміз қандай болатын. Қазір дауысы шығады. В общем, түрі мынандай шамалы сұстылау. Дауысы шыққандық сияқты. Міне орталарындағы ғажағы келді. Олар соның нелері кажется.
подружкалары. На өзі көкем. Султан Сулейман был уже, знаете, единственный, неповторимый. Киса! Кис-кис! Киса тизе қарай ма? Кис-кис! Бар, мысық қой, мысық тұқындас қой. Мынау енді кәдімгі статный, е? Статный. Е, қамап, кішкентай жерге қамап қойған ғой. Түздің аңдарын. Арыстандарға келдік, бірақ арыстандарда әдет тихий час болып отыр, е. Ұйықтап отыр бәрі. Құдай, нарасын қара. Бар бізде капибара. Ұйықтап отыр бәрі. Біреу, екеу, үшеу, екі бөпешка. Я бы не советовала сейчас меня обнимать здесь. Даже не то, что обнимать былай, ұстаған өзі, е? Ұстаған өзі. Біреумен келсіз. Вау! Аттракцион для детей. Атырге барып жейтін заттар алуға супермаркетке келдік. Неше түрлі тәттілер бар екен. Бірақ бәрібір күмәнді. Кроксы. Біз үйге бара жатып, аяқ астынан массаж ногқа кіріп кеттік. Денеге жасауға әзірге қорқып жатырмыз. Бүгін отельдің завтрагынан басқа завтрак көрейік деп осындай жерге келдік. Pancake House. Тамақтары Google Maps-тің отзывтары бойынша жақсы болды. Бәріне сәлем. Бүгін бізде Вьетнамда 3-ші күн. Мен бүгін вообще YouTube-қа блог түсіріп жүргенімді ұмытып кетіппін. Жаңағыда есіме түсіп тұр. Бізде түнгі сағат 10 болды.
Біз бүгін пляжда болдық. Суретке түстік. Закатқа бардық. Тамақ іштік. Мен бүгін бірінші рет море продуктын дәмін көрдім. Оны да түсірмеппін видеоға. Сонымен үйге қайтып бара жатырмыз. Ертең қызықты күн болады. Далат деген қалаға барамыз, Алла жазса. Бірінші күн келген кезде біз шаршап келдік па, андай бәрі қарбалас сияқты көрінген. Қазір үйреніп қалдық. Қазір бәрі гармония сияқты. Таңғы сағат 4 бізде. Қазір Далатқа шығамыз. Таңғы 5:30 қалды. 5 километр қалды. Бетімді бояладым, бірақ ұйқым ашылмайды. Да, любой столик, когда занимаешься. Это южный китаец. Представляете, то есть насколько это все важно. И как Вау. родственников на соседей все припрутся и в 3 часа ночи с матом, с барабанами пойдут на кладбище тренироваться. Магазин, ресторан, какой-то бизнес открыть без астрологии вообще невозможно. В 52 году закончили строительство. Село Вьетнама прислали сюда ящики Намаз оқысаң, тілегің тез орындалады. Мен соған сенемін дейді. Тогда, девчонки, смотрите, одни из самых крутых селфи. Пойдемте, я руку. Мына Будданың мүсіні гүлден жасалған. Гиннестің рекордтар кітабына енген. Прикольно. Мына жерде үлкен қоңырау бар, осыны соғып тұрып, буддистар тілек айтады екен. Жазуға болады екен, бірақ біз енді оған барған жоқпыз. Сенбейміз ондай өткені. Біздің гидіміз Роман бұл елдегі жалпы негізгі діндер туралы, жалпы тарих туралы өте көп ақпараттар беріп жатыр. Біз жолда 2 сағатта жүріп келдік. Ұйықтап келейін ба деп ойлаған, бірақ өте қызықты ақпараттар айтылғандықтан ұйықтайтындай болмады. Ұйқым бірден ашылып кетті. Басқа діндер туралы, басқа ағымдар туралы ақпаратты естіген кезде ішіміздегі скептикті қосу керек. Себебі бәрі жұмсақ айтылады, бәрі жеңіл айтылады. Өзіміздің ішімізде фильтр болуы тиіс, менің ойымша. Бұл жерде мысалы барлық діннің негізі бір деп алып келеді, бәрін жалпылама ақпаратты жұмсақ қылып айтады, бірақ оның ішінен егер адам жақсылап ойланбаса, басқа бағытқа ауысып кету оңай. Өйткені әдемі қылып жеткізеді, сыртын орап, күшті қылып жеткізеді. Мен бүгін шортымен келгем, мені кіргізбейді деп солай ойлап келген ғой. Бірақ ешкім ештеңе деген жоқ, сосын кіріп кетті. Бір жаманы ағылшынша, орысша жазбайды екен. Тек өз тілдерінде түсініксіз қандай зат екені. Навадиме. В автобус тишину такое бросает. Не перестарайтесь, как я в прошлый раз. Я говорю, что сбылось? Она когда? Я говорю, я не удивлен был ни капельки. Я говорю, раз сбылось, расскажите другим туристам. И она рассказала, спросила. Біз Далаттың негізгі достопримечательностьтарының бірі Crazy House'қа келдік. Туристердің ең көп келетін орындарының бірі деп айтты. Қазір ерекшелігін көреміз. Бұны көпшілігі Барселонадағы Гаудимен салыстырады екен. Біз ол жақта болдық, қазір салыстырамыз. Так, девчонки, заходите. Обращайте внимание на мелочи. Глаз, бивень, хобот. Посмотрите, вот куда показывал пальцем неприлично. Кто там видит слона? Мына жерден пілді көруге болады. Так, мына жерде жираф.
Crazy, необычный болғаны. Купите, я только в специализированном магазине Лягушка. нашел замороженную. А здесь свежую, живую. Осы Crazy House'ты салған әйел адам, архитектор. Идеясының авторы. Осы үйде өзі тұрған екен, мына жерде суреттерден көрсе болады. Атын мен қазір айта алмаймын. Қате айтуым мүмкін. Бірақ она гениальная. Мынау әйел ғой. Вот она. Бұл әйел қазір тірі. Ол қазір Далат қаласының ғана емес, бүкіл Вьетнамның ең маңызды адамдарының бірі екен. 3 баласы бар. Қазір осы Далат қаласында тұрады. Біз қазір Далаттың шетінде орналасқан паркке келдік. Сыртынан қарағанда біздің Буровайға ұқсайды. Бірақ ішінде өте көп локациялар бар. Здесь вы еще пофоткайтесь, поверьте. Самое главное это 11-е. И 13-е. 13-е тоже главное. Куша. Біздің гид слишком ответственный. Такой хорошенький. Профессионал. Да. Далат қаласында осындай эко-курортты жасаған Ерсин, Александр Ерсин. Ол да француз. Вьетнамдықтар осындай парк салған. Ішіне неше түрлі мүсіндер жинаған. 2019-да так не саламыз деп ойланған. 2019-да ковид болады ғой. Осы паркке ковид. Ковидтің мүсіндерді салып қойған. Боже мой. Міне мынау антисептик бактерияны бітіріп жатыр. Вообще для тех, кто не шарит, то есть рабусту не едят. Пойдемте. А вот это арабика, посмотрите. Хорошее давление, хорошая высота и урожайность всего. Снизу это ободрали, конечно же, мы. Бежите на работу. Вьетнамский мужской утренний напиток. У нас в основном его пьют гиды. Ребята просыпаются с утра пораньше. Здесь слоника. Да, здесь, ребят, больше приветствуем табачных оттенков, легкие нотки алкоголя. Да, в двух обжарках. Делаем это обжарка номер 3 для турки и кофемашины. Его, как обычно, варим. Делаем пятерку с кокосовым маслом. Вьетнамская тема для ленивых. Молотый кофе засыпаете в чашку и заливаете кипяточком. 3 минуты готово. Здесь слон. Иногда ванилькой пахнет. Да, это халяльство. Вот тут уже нет, никак. Оно халяльное. Вот тогда я. Енот, енот. Ребят, чашка кофе, посидеть, попить, попробовать. Вот в таком У формате. меня вот это кольцо. Это серебряное кольцо, но самое ценное как раз таки волос слона. Волос слона в Азии носится для финансового. Кішкентай клеткасы. Это все ради денег, да? Не істерін білмей жүр. Раундер. Марал. Зоопарк деген жақсы, бірақ мына жердегі аңдардың өмір сүріп жатқан жағдайын қарап,
кішкене бір түрлі сезімде болады екенсің. Бәрі сол адамдардың ақшасы, көңіл күйін көтеру үшін ғой. Бірақ жануарлар кішкентай ғана тордың ішінде өмір сүреді. Ешқандай жағдай жасалмаған. Еркін далада жүретін аңдардың бәрі торға қамалып қалған ғой. Біз обедті ішіп алып, стеклянный мостқа келдік. Таңғы 5-те басталған біздің турымыз. Сағат 3 болып кішкене шаршап қалдық. Бірақ әсеріміз күшті болып жатыр. Тамақ семекші бір жақта обед жағы кішкене, тамақ жағы кішкене қиындау. Барлық тамақта шошқаның еті қоса береді. Сол үшін халал тамаққа бөлшек кәдімгідей іздеу керек болады. Қазір менде артишок, шөп шай. Кофе арабика. 100%. Келесі какао 100%. Это вьетнамский. Да. Так, ребята, давайте потом все после какао. Помните, туалет уже народу немерено, поэтому прогуляйтесь с осмотрением. Біз үйге қайтып барамыз. Сағат кешкі 7. Бұл жерде күн ерте батады. Сағат 6-дан алса күн батады. А я не хотела, чтобы Айраном был моим подружкой типа. Не хотела? Хотела, чтобы она была служанкой. Служанкой лучше шло, да? Я хотела, чтобы Айраном был охранником. Өзіміздің тамақты сағынып, Алматы деген ресторанға келдік. Біздің отельдің қасында екен. Адам көп. Вьетнамда балықтың дәмін енді көрейін деп жатырмыз. Қандай балық аты? Балықтың окунь деген балық. Және миди. Дәмді деп айтты осы жерде. Біз жаңа полға су төгіп алдық та. Сонымен ресепшнға звондадық. Бұл жақта ағылшынды жақсы түсінбейді. Тіпті отельде істейтін қызметкерлердің өзі жақсы түсінбейді. Сонымен айттық біз. I poured water on the floor and we need a staff деп айттық. Түсірді болады. Сосын айтты бірдеңе water мен yes дедім. Сонымен water деп былай соғып көрген ғой. Алты су болды бізде енді. Сосын мен анау кегесін, стаф кегесін қолмен түсіндірдім, қолмен көрсетіп, чик-чик-чик деп, сонымен күшті қылып сүртіп берді бізге. Мен красивый подружкаларым. Біз ужинға бара жатырмыз. Сағат кешкі 7. Кешкі асқа барамыз. Мына менің құрбыларым. Ал, осы керек қой саған? Күшті, әдемі. Біз бір жақта 7-де кеш батып кетеді, осындай түн болып тұрады.
Түнгі Вьетнам. Мына жақ район кішкене цивильный екен. Қарап, осы ресторанға келдік. Ең дәмді суши роллы осы жерде деп Витами деп аталады. Қазір көреміз. Біз кезек күтіп тұрмыз. Адам шынымен өте көп. Соған қарағанда тамақтары шынымен дәмді сияқты. Қазір көреміз. Мына жерде барлық роллдарды біздің алдымызда дайындап жатыр. Ялып қалды өте мен түкінге. Балықтары өте свежий. Hello. Неге қолмен істеп жатыр бәрін? Перчатка қайда? Өте дәмді, бізге ұнап жатыр. Тунец, семга бәрі өте балғын, свежий. Бұл жерде сосын біздікінде сыр көп қосады ғой, барлығына сыр қосады почти. Творожный сыр. Бұл жерде тек күріш пен балық қана болғандықтан дәмі өте қанық. Балықтың дәмі қатты сезіледі. Бізде счет 13.500 ба, 800 ба солай шықты. Бұл тамақтарға біз Қазақстанда 3 есе төлеуші едік, 40 мыңдай төлеуші едік. Күшті. Бұл жерде теңіз жақын болғандықтан, балықтары доступны болғандықтан, бағасы да арзан, әрі дәмді. Фо маркет деген жерге кірдік, магазинчик. Күшті сувенирлар тұр. Үйге алдық бір-біреуден. Жолдан өтіп бара жатып, осындай әдемі ресторан көрдік. Ресторанчик лимонного цвета. Итальянский, француз сияқты. Бірақ жабық, қазір жабылып тұр. Анфой. Фруктқа келдік. Манго, маракуя, драгон фрукт алып жатырмыз. Бәрінің бағасы 600-700 теңге бір штугы. Бағасы күшті. Дәмін көреміз қазір. Татешка бізге таңдап беріп жатыр, күштісін, дәмді деп. Жолда өтіп баратып көрдік краптарды. Бұны пісіріп те алып жейді екен. Шикіри дейтін адамдар да болады екен. Біз енді ондай дайын емеспіз. Қайта мен андай морепродукты жеймін ғой, мына қыздар вообще жемейді морепродукты. Осы қыздарға нан жегізу керек деп. Вьетнамда көшеден дайын кесілген жемістерді алмаған дұрыс. Осылай өзіңіз таңдап, өзіңіздің көзіңіздің алдыңызда кестіріп алған дұрыс. Вот такой милашка. Біз, короче, what's your name деп ұялтып отырмыз. Ұялтып жана. Біз қазір қыздармен осындай ойын ойнап жатырмыз. Ай жоқ, бізге көрсетеді. Фрукты жеміз. Сондай сусындар алып қойғанбыз. Қызығып аламыз да, ішіп үлгермейміз. 2-3 күн болды, холодильникте тұр. Бәріне қайырлы таң. Біздің бүгінгі таңғы ас. Веганский. Don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey. Біз бүгін Янчангдағы Чамский башняға келдік. Қазір билет аламыз, билет алу керек. Чамскийға башня кіру билеті 30.000 донг. Бұл біздің ақшамен 600 теңге. Don't need no talking, just need your body.
me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Чамские башни. Бұл Вьетнам елінің қазіргі территориясында осыдан 1000 жыл бұрын Чам деген халық мекендеген. Сол халықты вьетнамдықтар жаулап алған елін. Чам халқынан қалған жалғыз естелік осы деп айтады. Қазір ол ұлт жоқ, бар болғанның өзінде жергілікті халықпен араласып кеткен. Бұл башняның салынғанына 1000 жыл болған. Яғни осыдан 10 ғасыр бұрын салынған ғой, шамамен 10-11 ғасырларда. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves. Представьте вот үлкендігін. Па, аньон. Торговый центрде қызық ештеңе жоқ та соған. Бәрі бізде бар нәрселер. 60-70% бізде бар нәрселер. Қазір тамақ ішуге бара жатырмыз. Бұл жерде машиналар бірінші күн біз келген кезде шошқамыз, жол бермейді пешеходтарға деп. Бірақ бұлардың өздері қатты жылдамдықпен айдамайды. 30, 40, 50 ғана бір-бірін түсінеді. Пешеходтар да, машина айдайтындар да. Бір күшті гармония бар екен араларында. Өздері түсінісіп, сол себепті ДТП-лар өте аз болады бұл жерде. Біз бір елге бармастан бұрын ең алдымен жоспар құрамыз. Сол елдің ең жақсы деген орындарын таңдап келеміз. Соның бірі осы ойы болған. Қазір кіріп тамақтардың дәмін көреміз. Мына жерге біз отырмайтын болдық атмена. Негізі қатты көргіміз келген. Бірақ ішіне кірген кезде кәдімгі порктың, қошқанның етінің есі шығып тұр. Сол үшін отыра алмадық, шығып кеттік. Біз басқа жерге барамыз. Бұл кофейняда біздің гайдымызда болған, өзіміз жасаған гайдта. Sweet Secret. Кофесі күшті, cozy атмосфера. Шынымен cozy, бірақ кішкентай, енді азиатский вайп. Азиатский, спокойный вайп. It was just two lovers sitting in a gallon. Собачка. Осы жердің собачкасы. Не бар беретін? Тамақ үйреніп қалған ғой. Говорит, там самые жирные, самые массивные, самые большие и самые перламутровые жемчужинки. Вижу у тебя уже. Біздің іздеп жарты сағат уақыт құртқанымыз текке болмады. Осындай күшті кофейня тауып алдық. Біз Вьетнамда болған
ең эстетичный кофейня деп айтсақ болады. Іші әдемі, өте әдемі. Қазір тамақтарын көреміз. Біз таңғы асқа тапсырыс бердік. В общем, Golden Bridge адам өте көп. Мен бір сағатта стресс болып кеттім. Адам көп жерде өзім солай сеземін, сол үшін торговый центрларға көп барғым келмейді. Фотоға түсіп келуге болады, бірақ рахаттанып, қызықты көретін жер емес екен. Адам көп, оның үстіне жел. Жел бүкіл мазаны қашырып жүреді, суық жел. Таудың басы болғаннан кейін. Сондай. Жалпы Бана Хиллс саябағы осында үлкен 8 бөліктен тұрады екен. Біз жаңа мына жердегі Golden Bridge-қа бардық. Қазір әрі қарай кетеміз. Welcome to Bana Hills. Мына біздің қазақтар. Тәте, сәлем деп жеріңіз. Тәте, Гүлнар тәте. YouTube влог. Біздің қазақтар танысып, мәз болып жатырмыз. Көгеріп отыр қолым. Көгеріп отыр. Ничего, Starbucks'tan естелік. Starbucks'қа келдік. Фотодағыдан әлдеқайда кішкентай екен іші. Бірақ сырты әдемі. Бәріне сәлем. Бүгін бізде Вьетнамда 7-8 күн. Бүгін ештеңе түсірмедім.
өткенде күні бойы пляжда болдық. Қазір отельге барып, түрімізді дұрыстап, тұзды суды кетіріп, дайындалып, кешкі закатпен, күннің батысымен суретке түсін деп келгенбіз, бірақ мына жерде адам өте көп. Суретте шыға ма, шықпай ма білмеймін. Бірақ менің образым күшті болып тұр. Біздің тапсырыстарымыз келді. Қыздарда лазанья, менде спагетти, томатный соус, бурата. Бізге ас болсын. Біз қыздармен елдегілерге сувенир алуға келдік. Бір магазинчикке. И Будда везде. Үлкен кішкентай, бөпе, шал. Біз тамақ ішіп алғаннан кейін осылай көшеде жүрсек, мынандай түрік асханасын көрдік. Қасынан қалай өтіп кетеміз, бір түрік шайын ішпей деп тоқтап жатырмыз. Çay içebilirsiniz. Size çay ikram edelim. Abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi. Allah razı olsun. Sağ olun. Жоқ деме жаным, жана беремін. Жоқ бол жаным, жаныңа бара. Được biết, chính cô là người đã tư vấn để ông xã trẻ hóa hình ảnh. Альпако деген кафеняға келдік. Бұл біздің уиш-листімізде жоспарымызда болған кафе негізі. Қазір жүгіреміз. Біздің тапсырысымыз келді. Қараңдар қалай әдемі. Омлет. Круассан с лососем. Тірі гүлдер. Өте әдемі. Эти капучино, қызада латтешка. Миранда 360 түсіреміз, мына бірдеңіз бар иә? Үш беру керек қой, қарғаш бер. Эх, язык. Жалко этого добряка десең. Бізде сағат 12 болды. Дала өте ыстық. Біз қазір таңғы ас ішіп алып базарға бар жатырмыз. Чодам деген базар. Вьетнамдағы ең үлкен, әрі ең тиімді сувенир алуға болатын орын деп бізге түсіндірді. Қазір көреміз. В общем, мынау базардан керектінің бәрін табуға болады екен. Кофе, шайдан бастап, сувенирлер, сумкалар, бәрі бар. Украшения түгелін табуға болады. Біздің қазақтар толып жүр ғой. Бірақ саудаласу керек. Басында 2 есе бағасын айтады екен, көбісі. Ой, это 180, китка 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. More. 100, давай, 100. 100 давай. Окей? Окей. 100. 150, please. Please. Ертең тағы неге пляжға барамыз ба? Мынау біздің бүгінгі сатып алған заттарымыз базарлық. Базарға барғанда тоқтай алмай қалдық қой. Аз аламыз деп ойлағанбыз, бірақ осындай болды. Бірақ күшті, эстетичный подароктар. Оған ұнады, ең күштісі. Асияға алдым, бұл пешкама. Бұл кітапқа закладка, мындай свечалар, естері әдемі, еще бағасы күшті.
Кофе, мына кофені мақтайды көбісі. Дәмін көрген жоқпын мен, честно. Мынау бамбук, чистый бамбук, ыдыстар и магнитики. Біз ужиннан шығып бара жатып, осындай пляждағы волейболға тап болдық. Біздің Айжок волейбол ойнап жатыр. Өзіміздің орекеңдер. Аппетитные. Жеңгендер бірақ қорқам. Прикиньте, достар, мынау магазинде біз кеше барған чодамнан да арзан ғой заттар. Я в шоке. Біз уже алып қойдық бірақ. Магазиннің аты Сапфир деп аталады. Қалада 4-5 точкасы бар. И өзімнің сүйікті анигиримен молоконы таптым. Ура! Магазин Сапфир деп аталады. Осында келіп алыңыздар, есіңізде. Осындай әдемі жер көрдік, фотоға түсуге тоқтадық. Бізде бүгін соңғы күн болғаннан кейін Вьетнамдағы қыздар Айжок пен Алеш турецкий тамақ ішкісі кетті. Мен морепродукты жегім келді. Қыздар морепродукты жемейді. И екіге бөліп кеттік. Корал деген кафешкаға келдім, 2 этаж, адам өте көп. Тиктоктан тапқам, рекомендация бойынша. Өте дәмді деген. Томьям мен мидий жегім келді, сол үшін келдім. Чики-чики бомба. Dance. YouTube. Starbucks'қа келіп кофе алуға адам өте көп. Бірақ таңертеңнен кофе ішкім келді. Ұйқымда шалмай жатыр. Қазір біз отельге бара жатырмыз. Менде бір кішігірім тест болады бүгін жұмысқа байланысты. Содан кейін пляжға барамыз. Мен тестімді тапсырып болдым. Аман-есен, жақсы нәтижемен. Енді Вьетнам туралы кішкене ойымды айтып жүрсем, және осымен осы влогты аяқтайтын сияқтымын. Біз жалпы 10 күн уақыт өткіздік осы жерде. Бізге өте қатты ұнады. Енді кетуге 1 күн ғана қалды, мен кішкене қимай тұрмын. Бұл жаққа екінші рет келер ме едің деген сұрақ болса, я, мен келер едім, міндетті түрде пляжный отдыққа міндетті түрде келіп тұратын едім. Және көп біздің ТМД-ның адамдары, СНГ елдерінің адамдары осы жақта өздерінің бизнесін ашқан, тұрақтап жұмыс істеп, еркіндікке қол жеткізіп жатыр екен. Жалпы маған Вьетнам елі өте қатты ұнады. Біз осыған дейін 8-9 елде болдық.
бәрін салыстыра келе қайсы жаман деп айтып жатпай ақ қояйын, бірақ Вьетнам елінің теңізі, суы, ауасы өте жайлы, өте ыңғайлы, адамды шынымен босаңыстат және шынымен демалғандай боласыз бұл жерде. Бірақ егер де сіз көп шуды жақтырмайтын, туристерді жақтырмайтын адам болсаңыз, басқа жаққа баруға кеңес беретін едім. Бірақ біз жас болғаннан кейін бізге ол минустардың барлығы критично болып көрінбеді. Осымен мен влогымды аяқтаймын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде пікір жазып, лайк қалдырып, әсерлеріңізді жаза отырыңыздар. Маған ол өте маңызды. Осы видеоның просмотрына байланысты. Негізі YouTube влогтар қараған өзіме қатты ұнайды. Үйде бір нәрсе істеп жатқан кезде фонға қойып қараған өте қатты ұнайды. Және осылай түсіріп көрейін деп бастап шештім. Менімен бірге болғандарыңызға, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі влогтарда, келесі видеоларда кездескенше.